алдағы уақытта үлкен жастардың үлкен алдында жиюге тілектеспін. Аман болыңдар, тек жақсы денсаулық, күш, қайрат тілеймін. Ал енді тек бақытты болыңдар өмірде. Осы жерде бабасы қайда? Мына осы міне. Баяғыда бір бәрі Абай атамызды мақтай берген ғой. Абай Құнанбаев, бәріңіз білесіздер ғой. Мақтай бергенде сонда Құнанбай айтты деп еді, Абай күшті болса өзінен Абай шығарсын деп. Сол сияқты мына үлкен Жанболат ағамызға рахмет. Осындай бала тәрбиелеп, осындай үлкен жетістікке жеткізіп жатқан. Жәке, аман жүр, ұрпағының қызығын көр. Қуаныштымыз. Бұл деген үлкен, біз үшін үлкен белес. Бұл шынын айтқанда осы қазіргі сағыздың мынау тарихында болып тұрған жағдай деп есептеймін. Солай емес пе да? Бірінші рет, ал енді сол бірінші әлемнің чемпионын күтіп алу маған бұйырып берген, ол да менің бағым болар. Осындай тек үлкен жақсы белестерге жетуге, бәріміз бірігіп жетуге, осы ауылымызды көркейтуге бәріміз атсалысайық. Өте қуаныштымыз. Жаңа айтып жатырмын, осы әлем чемпионы күнде келе бермейді. Осы еңбек демалысында болсам да, осы жерде күтіп алайын деп, осы жерге келіп тұрмын. Ал енді баршамызға сәттілік. Енді бұйыртса алдағы уақытта өзіміз біздің марапатымыз болады. Оны біз шақырып бөлек марапаттаймыз. Қазіргі таңда бірақ оның шет жағасын бір айтып жіберейін. Баламызға, мынау әлем чемпионы болған баламызға бір осы әкімшіліктің атынан деп айтайын, астына бір ат мінгіземіз. Ол енді әкіматта бөліп тұрған ақша жоқ оған, бірақ оңтайын өзім табамын деп есептеймін. Ал енді болсын. Ал қасында тұрған 3-ші орын алған Әділ баламызға да үлкен алғыс, мың алғыс. Бұл жігітке де қалыс қалмайды. Алдағы уақытта оны көресіздер. Ал енді осындай тек аман болып, бәріміз бірге қолпаштап, ауылымызды көтеруге бірге атсалысайық. Балалар, жеңістері құтты болсын. Келесі сөз кезегі ішкі саясат бөлімінің басшысы Ақтаев Асқар Жаңбырбайұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті жерлестер. Мына бүгін үлкен қуаныштың куәсі болып жатырмыз. Енді бір айта кететін, мына жерде осы қуаныштың ортасына келіп, өзінің тілегін арнап жатқан әкімдеріңіз. Осындай әкімдеріңіздер бақытты екенсіздер, жомарт танытып жатыр. Ал енді мына екі баламыз тек қана ауданда емес, облыстың мәртебесін көтеріп, елімізге, ауылымызға үлкен байрақ алып келіп жатыр. Балаларға құтты болсын дейміз. Бұл тек қана басы болса, жалғаса берсін ары қарай. Енді ауданымыз ауыл шаруашылық аудан болғанмен күреспен атақ шыққан аудан ғой негізі. Енді осы балаларына күрестің тағы бір түрін дамытып, үлкен додаға шығып, Сағыз, Қызылқоға жерін әлемге әйгілеп келе жатқан жайлары бар, сондықтан қуаныштымыз. Енді бұл жалғасы таба берсін. Біздер мына әкімдік тарапынан барлық қолдау көрсетуге дайынбыз. Осы Сағыз ауылында үлкен кешендер салынып жатыр, спорт мектебінде ремонт жүріп жатыр деген сияқты. Енді осындай біздің балаларымыздың жолын қуатын жастарымыз әрқашан аман болсын. Жаман әдетке, басқа жаман әдетке ұрынбасын дейміз. Тек қана осындай спорт кешендеріне салауатты ұрпақтың ізін салып, тек қана елге мақтанышпен аты шыға берсін. Сағыздың атын тек қана осындай спортпен шығарайық, құрметті ағайын. Жастар, барлықтар осындай салауатты ұстануға, осындай мына екі жастың жолын қууға шақырамын. Осындай ұрпақ тәрбиелеген ата-аналарға, сонда әкесіне, аналарына көп рахмет. Жаңа асқат айтып өткендей, осындай үлкен палуан шығарған әкесі де біз палуан деп білеміз. Сондықтан қуаныш құтты болсын, жалғаса берсін. Келесі сөз кезегі. Қазір сөзді кезден тұрады құтты. Мына жерде бір жігіттер міне дұрыс жігіт. Осы ең бірінші ұстаз дейді ғой қай жерде. Енді біздер де бәріміз ұстаздан өстік, солардың тәрбиесін алдық. Енді шәкірті ұстаздан қосса, ол ұстаздың мерейі. Ал енді осы жігіттерді барлық жағдайын жасап, ан жерден сұрап, ақшаны ман жерден сұрап, бәрімізді бірге қосып, маған да келді бұл жігіт. Бірақ бұл жігітті бір ақшаны қайдан тауып беремін айтып білесің өзің, сол сияқты облыстық спорттық басшысы Нұрбол деген азаматқа, мынау спорт және туризмнің басшысы Нұрбол деген азаматқа мың алғыс. Осы Аманжол бауырымызға мың алғыс. Осы балаларды тәрбиелеген. Тек осындай мынау қайратын талмай, осы тек денсаулығы мықты болып, осындай біздің ауылымызға үлкен жетістіктерді әкеле бер деп тілеймін. Аман жүр,
қуаныштымыз. Осындай бізде ауылымызда жаттықтырушы бар. Біздің мынау қазіргі ең бірінші қылмыстың алдын алу деген осыдан тұрады ғой. Былай айтқанда, барлық балаларымызды үлкен дәреже жеткізіп жатсын. Саған мың алғыс. Аман бол, өсе бер. Ендігі кезек Сәлімгерейде. Бұйыртса, солай емес пе? Ал джудодан біреуін шығарсам, сонымен енді жайлап шалқайып жүреміз енді. Ал бәрі құтты болсын. Аман жол. Рахмет бауырым, аман бол. Келесі сөз кезегі ардагерлер кеңесінің төрағасы Сағынов Серік ағамызға беріледі. Ал қайырлы күн, қадірлі ауылдастар. Бүгін енді Сағызда Ақтүйенің қарны жарылған күн, барлығымыздың да кеудемізді қуаныш кернеп тұр. Мынау біздің ауылымыздың қос тілегі. Тек қана ауыл емес, аудан емес, облыс емес, бүкіл Қазақстан Республикасына Сағыздың атағын шығарып жатыр. Әрине жаңа әкім мырза айтып жатқан мынау енді Аманжолдың бапкердің еңбегі, дегенмен де балдардың тер төккен өздерінің еңбегі. Әлде де Сағыздан осы екі жігіттің ізбасарлары шыға берсін деп тілейміз. Жаңа әзілге айтып отыр ғой, Сәлімгерей сен кезең деп. Сәлімгерейдің өзінің арманы Сағыздан олимпиада чемпион шығару еді. Алла соған нәсіп етсін, Сағыздан олимпиаданың чемпион шықсын. Мынау енді соңғы кезде бұрын мұқырмен миялыға қызықсақ, соңғы кезде біздің ауылдан да осындай балалар жаттығатын спорт мектептері салынып, жақсы жаттықтырушылар, бапкерлер әкелініп, көңіл бөлініп жатыр. Соған көмектесіп отқан мынау әкімшілікке, басшыларға да рахмет. Ал енді Сағыз халқы тағы да қуаныштарыңыз құтты болсын. Балдарымыздың алдынан тек ақ жол, әлде де биіктен көріне берсін деп тілек айтамыз. Келесі сөз кезегі чемпиондарымыздың жаттықтырушысы Бекбаулиев Аманжол Қыдырбайұлының достарының атынан Абдиров Артурға беріледі. Ал енді құрметті ауылдастар, бүгін ерекше күн, жаңа үлкен ағаларымыз айтып кеткендей. Осыдан 7 жыл бұрын осы артымызда тұрған үлкен мына заведениені бастап, мына Сағызбай ағамыз қолдап, біз осының басы-қасында жүрген едік. Сол кезде осы залда тұрып армандаған болатынбыз, осы ауылдан олимпиада, әлем чемпионы шықса екен деп. Сол күнге келіп, міне сіздердің алдарыңызда осы қуанышты айтуға келіп отқан біз бақыттымыз деп есептеймін. Сол себептен мына ата-аналар көп-көп рахмет, сіздерге осы спорт саласына қарай балдарыңызды беріп, керемет күн болып есептелініп отыр. Бұл спорттың ең шыңы деп есептеймін, осы спорттың түрінен. Себебі олимпиадалық витке алдағы уақытта кіреді деп есептейміз. Сол себептен керемет жетістік. Мына біздің балаларымыз, інілеріміз спортқа бейімделе берсін, бізді қолдайтын ағаларымыз аман болсын дейміз. Күрес түрін осы жаққа еркін ағайлар әкелгенін білеміз. Содан бастау осы қан тамырына, бойына баулып осындай бір дәрежеге жетіп жатқан жайымыз бар. Әрине жаңа әзілдеп айтып отыр ғой, Сәлімгерейдікі де жақын қалды. Оны да біз ел болып, облыс болып тойлайтын күнде жетерлік жақын деп есептеймін. Енді мынандай достарымыздың атымыздан мына чемпион балдарымызға қазақы нақышта біздің өзіміздің тігілген қазақстандық өнім күртешемізді бергіміз келеді. Екі чемпион баламызға. Балдарымыз жылы жүрсін деп мынандай әдемі қазақы нақышта күртеше кигізіп жатырмыз. Қошемет. Ауылдастар, енді осы жігіттерді жақсы бағытқа дайындап жүрген мына Аманжол досымызға шапанымыз бар. Мына достарымыз атынан және Аманжол досымыздың алдағы уақытта да жігерлендіру мақсатында осы қарагөз балдарымыз, інілеріміздің тағы да спортқа баулып, тағы да әлем чемпионын шығарсын, олимпиада чемпионын шығарсын деп ат сыйлағымыз келіп тұр. Аманжолға міне атымыз бар. Аманжол
бапкерлерimiz әрқашанда аман жүрсін, жақсы күндеріміз көп болсын, чемпиондарымыз көп болсын деймін. Көп рахмет баршаларыңызға. Келесі сөз кезегі округ әкімінің міндетін атқарушы Кеңесова Айгерімге беріледі. Қайырлы күн, құрметті ауылдастар. Бүгінгі жақсылықтың жаршысы болған барша біздің ауылдастарымыз. Бүгін енді біз үшін ауылымызда үлкен, керемет осындай шара өтіп жатыр. Ең алдымен сіздерді осы жеңістеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Мына Берік болсын, менің өзім ағайыным, інім, бауырым, бүгінгі жеңісің құтты болсын. Сен үшін біз қуаныштымыз. Аға, сіздің де жеңісіңіз құтты болсын. Осы жерде Аманжол ағайымызды да жеңіспен құттықтаймыз. Осы телевизордан көріп, сіздер үшін тақымызды қысып, былайша айтқанда сіздер үшін жанкүйер болдық. Осындай үлкен жеңіспен келгендеріңізге өте қуаныштымыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Еліміз осындай тек қана жарыстарда биіктеп көріне беріңіздер. Ауылымызда жақсы жаңалықтар көп болсын. Рахмет сіздерге көп. Келесі кезекте ауыл жастарының атынан чемпиондарымызға сыйлықтары бар екен. Кезек. Құрметті осы жердегі Сағыздың халқы, бүгінгі болып жатқан шараға себепкер мына екі бала, Берік болсын менен Әділ. Жеңістеріңіз, жарықтарым құтты болсын. Осы балаларды дайындап жүрген Аманжол балам қайда жаңа менің? Аманжол балам. Атқа мініп жатыр, халқы мына әкімі атқа мінгізіп жатыр. Осындай шаралар бола берсін, осындай жеңістер бола берсін. Бұл балалар тек қана Жанболаттың баласы менен ата-анасының баласы емес, халықтың балалары болып жатыр. Осындай халықтың балалары көбейе берсін. Елімізде осындай жақсылықтар бола берсін. Жеңістен жеңіске жетіңіздер. Мен Тыныштық Райымбектің осындай әжесімін, о да осындай жетістікке жетеді. Осы балалар біздің үйде болып, бірінші орында алып, Ақтауға да барып жүрген балалар, сондықтан шыдай алмай осы жерге шығып тұрмын. Құтты болсын жеңісің. Жанболат жарығым, құтты болсын. Жеңістен жеңіске жетіңдер. Әкімшілік осы жердегі осындай барлық уақытта жеңіс, бүткіл Қазақстан бойынша сіздердің атақтарыңыз шықсын. Келесі сөз кезегі чемпиондарымыздың ата-аналары осы ортада болса, Мекеев Жанболат, Ермағанбетов Қанат ағаларымызға беріледі. Ассалаумағалейкумдер. Халық ағаларымыз, әкелеріміз, інілеріміз, барша апаларымыз бар, аналарымыз бар. Баршаңызға көп рахмет. Осы балдарды қарсы алып, алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы қария келіп сәлем берді дегендей, жақын жерден келіп жатқан жоқ. Балдарымыз Аллаға шүкір, Алла қолдап, Тайланд деген жерден еліміздің атын шығарып, бірінші орын алып, үшінші орын алып келіп жатқан жайлары бар. Мына балдарға алдағы уақытта өмір жастар ұзақ болсын, болашақтар жарқын болсын. Әлде де жас балдар, әлде де алатын жетістіктері көп. Соны Алла Тағала алуға нәсіп етсін, дендері сау болсын, ғұмыр жастар ұзақ болсын, бәле-жәледен аулақ болсын, көлденеңнен аулақ болсын, еліміз тыныш болсын. Балам биыл осы Астанаға өзінің еңбегімен, өзінің осы дене шынықтыру мамандығы бойынша университетке түскен, өзінің маңдай терімен результат тапсырып, не тапсырып, осы дене шынықтыру несінен грантқа түсіп, стипендиясы бар. Бұйырса соған анаяқтан да декандары да соғып жатыр, қашан келейін деп жатыр, күтіп жатыр деп, ояқта да күтіп отырғандар бар. Соны ертең бұйырса, Алла амандық берсе, Атыраудан кейін Астана оқуын ашады. Алла амандық берсе, жолы болсын. Қай жерде жүрсе де, енді балам халықтың баласы болып жатсың, енді елдің баласымды өзіңді солай ұстауың керексің. Енді қай жерде болса да ел қуанып отыр, қазақ жері қуанып отыр. Қазақтың туы Тайландта көкке желбірегенге
осы әнұранымыз ойнағанға бүкіл қазақ ел көріп отыр. Сондықтан өзіңді елдің баласымын деп қай жерде жүрсең де бүкіл елді үлкенде болсын кіші болсын сыйлап жүрсең ел сені енді сыйлайды деп ойлаймын. Сондықтан өзің кішіпейіл болуың керексің. Халық сені енді таниды. Сондықтан жолың болсын, өмірің ұзақ болсын. Мына басқа не айтамын? Мына Әділдің әкесі айтады, қалған жақсы баршаңызға көп рахмет. Еліміз аман, жұртымыз болсын. Мына қазір жан-жағымызда кілең майдан болып жатыр. Біздің майданымыз осы балдарымыз шетелге барып, осындай денесінің шынықтыруын көрсетіп, мына күштілігін көрсетіп, қазақтың күшті екенін көрсетуді нәсіп етсін. Алла тағала содан айырмасын деймін осы ұрпақтарымызды. Осы балалардың майданы осы спорт саласында болсын деп тілеймін Алла тағаладан. Жақсы. Әмин. Ассалаумағалейкум ауыл халқы, сіздерге өте ризамын. Рахмет, осындай қошаметпен күтіп алғаныңызға. Бәріңізде осындай қуаныш болсын тек, балдарыңыз тек жеңіспен тек, елдің атын шығарып тек, Қазақстанның көк туын тек желбірете берсін. Сол үшін тек амандыққа тек ел аман, жұрт тыныш болсын, ағамыз көп. Рахмет сіздерге көп. Қуаныштымын. Келесі кезекті чемпиондарымызға ауыл жастарының атынан сыйлығын табыстауға рұқсат етіңіздер. Ассалаумағалейкум, қадірменді ауыл тұрғындары. Қуаныштымыз, екі ініміздің осы чемпион болып жатыр. Ел қуанып жатыр, құтты болсын інілерім. Тек Алла сендердің денсаулықтан айырмасын. Жаңа көп сөзге жоқпыз енді. Рахмет екі отбасына, еще мамаларына рахмет. Осындай баланы тәрбиелеп, дүниеге келгендеріңізге топырақ қоя беріңіздер. Осындай чемпиондар шыға берсін. Ауылымыздың жастардың атынан бір екі ініміз чемпионымызға бір мойнына қазақи шапанымыз береді, соны табыс етіңіздер. Құрметті Сағыз тұрғындары, бүгін ауылымыз Сағызда үлкен қуаныш, Ақтүйенің қарны жабылған. Осындай шәкірттеріміз үлкен белестен, әлемнен чемпион болып бағындырып келе жатыр. Бұл чемпиондық оңайлықпен келген жоқ. Әр іріктеуден өтті. Көп баламызды ауылдан топқа қосқанбыз. Содан осы екеуі өтіп іріктеуден. Қазақстан чемпионы болып, Атырау чемпионы болып, ең соңында әлем чемпионы жолдама алып, сол әлем чемпионы өзім бара алмасам да екі шәкіртіме сеніп, арқа сүйеп, ағай сіздің еңбегіңізді ақтаймыз, теріңізді, маңдай теріңізді ақтаймыз деп сенім білдіріп кетіп еді. Бүгін міне сол сенімді ақтап екі чемпионымыз әлемді бағындырып, Жанболатұлы Берік болсын, Қайыржан Әділ өте қуаныштымыз. Енді еңбек ақталды деп ойлаймын. Бұл менің жеңісім емес, халықтың жеңісі, қолдау білдіріп жатыр. Қанша қиыншылық болған жерде демеу жіберіп жатыр. Өте ризамыз бәріне. Осы Жанболатұлы Берік болсын, Алматыға барар кезде, оқу жаттығуға қиналған кезде де көмектесіп жатыр. Әбдеш Рахметолла деген ағамыз, мына жерде Нұрып Алпысбай деген ініміз бар, демеу жіберіп жатыр. Көп рахмет бәріне. Мына жерде өзінің ауылымыздың әкіміміз бар, қолдап, бәрі шапқылап жүр. Ата-аналарына рахмет. Осындай жастарды қай жарысқа барам десе де демеп, қолдап, кейін тартпай алға жетелегенде. Осындай балдар тәрбиеленген сіздерге де көп рахмет. Ал қуаныштарың құтты болсын бәріңізге. Осындай енді чемпион ауылға келіп жатқанда неге ат мінгізбес деп маған демеу білдірген өзім бар. Мына жерде Боранқұлов Санабай бар, ағасы. Есен Азамат деген бар, Ақтөбедегі ағасы. Нұрып Алпысбай деген ініміз бар. Берік болсын ағалар. Ат мінгізейік деп шешіп сол ат мінгізіп жатырмыз. Ұжымның атынан мен Қайыржан Әділге осы спорт школасының ұжымның атынан оған да ат мінгізіп жатырмыз. Ортаға жаңа атқа келіп мінгізіп жіберейік екі батырға.
чемпиондарымызды қарсы алу рәсімі аяқталды. Ауылымыздың атын әлемге танытатын, атын шығаратын чемпиондарымыз көбейе берсін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ал енді мына чемпионның Жанболат ұлы Берікболсын үйінде дастархан жайылып отыр. Сол үйге баруға болады. Келін дегенге қарсы емеспіз. Бәрін шақырдық. Сол шақырып отқан. Қатар қой. Аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туылмағанда не терем. Өкініштен өртенерем өтем. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырымды әуен еткен кетерем. Жарайсыздар. Қазақпын бойымда қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бақыты мен бағына, аршаны мен қуаныс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ. Осының арқасы бә. Осы жігіттің арқасы. Болсын мың қазақ, сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып туылмағанда не тілеймін, басқа байрақтарды көтеремін, жете бермей қазынамнан айырып, жиратамды шаттай алмай келемін. Қазақ болып туылмағанда не тілеймін, қонақ жайлық жайын білмей кетерем, қымыз шұбар. Құтты болсын. Рахмет жәке. Құтты болсын. Асеке, құтты болсын. Бақытжан бол. Димаш, қосай кел. Анда бар күрші. Ал қараңдар ал. Ал жақсы сау болыңдар ағайындар. Сағызда той. Сағызда. Джиу-джитсудан әлем чемпионымен қола жүлдегер келіп жатыр Сағызға бүгін. Ой, мына балдар. Jiu-jitsu күресінен әлем чемпионымен қола жүлдегері Сағыз ауылында. Ал құтты болсын. Қазақ елі құтты болсын. Әлем чемпионы. Алпысбай құтты болсын, құтты болсын. Шүкір, шүкір. Екі қайта сынаған. Тартыса, қайрон, тартыса, қайрон, тартыса. Қайрон.
Аманжол маған келе қойшы дейсің, Ал құтты болсын. Қой тыныш. Стримнен шыға алмай жатыр. Көрдің бе? Иә, жақсы. Ал достар. Қазақ елі жеңімпаз құтты болсын ал. Таиланд мемлекетінде қазақтың көк туын желбіреткен қос ұланымыз Сағыз ауылының тумалары. Баршаңызға рахмет, бірге болған. Қолым қатып қалды, стримнен шығам. Айып еттіңіздер.